Мақтануға келдік. Біржанмен жолғайын деп жатырмыз. Көптен бері көрмей кеттік. Қасымда оңбаған досым бар. Айдана. Көп көрген жоқ, Кім деп ойлайсыздар? Сіздерге қызықып кетейін. Көбісі дұрыс тауыпты. Ол бізден Нұрдаулет. Нұрдаулет біраз болды көрмегелі. Су ішейін деп отыр, іштірмей қоғызма. Меруерт те көп болды көрмегелі. Азанда ұйықтап жатқан. Осылай тамақтанып отырмыз. Осылай сала берейін. Жаңа салдым ғой бір адамды. Сол адам маған күні бойы хабарласты да. Эфирден шықсам да қанша рет хабарласып тастаған. Мен кәдімгідей қорқып қалдым, шынына керек. Өйткені танымайтын адам солай маған қайта звондап менің мазамды ала бергеннен кейін мен алған жоқпын, баста бір алған жоқпын, екі алған жоқпын. Эфирден кейін қайта қоймағаннан кейін алдым. Ойлаңыздар, не болды? Кәдімгідей қызық болды. Қазір күні бойы звондап жатырын адам білмеймін. Кім екенін, неге звондай беретінін. Алло. Саламатсыз, бұл Мөлдірма. Саламат. Мен есім Талғат Шымкенттен болған ғой. Бүгін күні бойы звондап жатыр едім сізге. Қуанышымнан шек болмай тұр да қазір. Осы сіздің көмегіңізбен прям жақсылы ұтыс жасап едім. Қандай ұтыс? Телеграммен ба? Сол телеграммадан. Да? Мен сіз қайта звондағанға неге звондай береді деп отырмын, бір алмағаннан кейін. Қашан ойнап бастадыңыз? Сол кеше ғана кіріп, кеше ғана сол 15 теңге сал дедіңіз ғой. 15 теңге сал. Енді кеше ғана 266 мың жасап едім. Жаңа ғана 400 мың теңге істедім. Сол вообще эмоцияң көтеріліп, сізге күні бойы звондап жатқаным ғой. Мен өзім кәдімгі күшті. Құтты болсын. Сол рахмет сізге ағылшын білдірейін ғой. Ой, рахмет. Рахметімді Каспийға жіберсем бе деп ойлап отырмын. Сіздің аудиторияңыз бар ғой енді. 12 мың адамға. Оның арасында өзімнен бір сыйлық ретінде, шопал ретінде болса деп ойлап жатырмын. Давайте осы общий счетпен санағанда примерно 566 мың ғой енді. Онда сізге 56 мыңдай жіберсем қалай қарайсыз деймін да? Жақсы. Менің өзім оқырмандарымда қуанып жер кәдімгідей. Мен шошып кеттім ғой, сіз азаннан бері звондағанға. Талғат, қуаныштымын шынымен де. Сізге де рахмет, жақсы. Достар, міне бүгін осындай жағдай болды. Ойлаңыздар, сіздерге шот алып берем дейді. Сол үшін мен сіздерге барлығын бөліп беремін. Телеграмма жазыңыздар, сол жерде айтатын боламын барлығын. Барлығын сіздерге көрсетемін, үйретемін. Тез үлгеріп қалыңыздар. Ал мен енді бесмен деп стройматериал магазинге келдім. Кабинетке керек жарақты майда-шүйде заттарды алуға, линолеум, плинтус деген сияқты нәрселерді. Сол қызық екен, біреуін жүрген. Так, мен қазір линолеум қарап жатырмын. Мына жақта выборлар өте көп екен. Өзіме керегі мынаған таңдап алатын боламын кабинетке. Қыздар, алдыңғы сторис жайлы сұрап жатқан жандарға, помните, мен сіздерге алдынан бері айтып жүрмін, Pinduoduo сайты арқылы Қытайдан тікелей арзан бағада киім болсын, аяқ киім болсын, сумка, барлық бытовой техникаларды болсын, арзан бағада алуға болатын айтып жүрген болатынмын. Сонымен енді мен өзім қызығып оқып алған болатынмын. Қазір мен доставкам келе жатыр. Және де Гүлсанаға мен өзім ұсыныс тастадым. Давайте менің аудиторияма тоже оқимын деген қыздар болса, бірге оқытайық деп. Гүлсананың парақшасын қазір қалдырамын. Обучениені екеуміз жүргізетін боламыз. Сол себепті де оқып тоже арзан бағада көптеген товарларды аламын дейтін болсаңыздар, Гүлсананың парақшасына өтіп көріңіздер, қандай товарлар, нені қандай арзан бағаға алуға болады. Оқимын деген жандарға осы жерге қалдырамын. Және де Каспирет рассрочка бар.